Нұрлыбек Мәмесейітұлының Таңжарық атты романын тыңдауларыңызға ұсынамыз. Таңжарық романның алдыңғы бөлімі назарларыңызда. Әңгімелеген Қанат Ерешебұлы. Айғай тастың қарсысындағы жақпар тастардың етегін ала, үріккен қойдай топтана өскен қалың қарағайға ілінгенде, таң қылаң бере бастаған. Кешеден бері толассыз құйған жаңбыр, бұнымен бірге қалмай ілесіп келе жатқандай басылар емес. Қалың тұманның арасынан әлі себезгілеп тұр. Енді осы жерде таң атып, айнала жарық тартқанша, малмандай болған үсті басын сорғытып, біраз демала тұрмақ. Қатты қобалжып келіп еді, Құдай оңдап шекарадан аман есен өтті. Шекара дегенде бұл ойлап жүргендей тартылған сым, белгі сияқты ештемені байқағанда жоқ. Әйтеуір, бір таудың ішіне кіре бергенде жол бастап келе жатқан Текесбай сыбырлап, «Сәл тоқтап, көзімізді үйретейікші, шекараға келдік» деді. Сонда бұның жүрегі атқақтап соғып, аузына тығылған. Үшеуі аттарының басын тартып, үдірейсіп тұрып қалып еді. Айнала тастай қараңғы. Сытырлап жаңбыр жауып тұр. Тура аяқтарының астынан сылдырлап бұлақ ағып жатыр. Басқалай бөгде дыбыс білінбейді. Ештеңе көрінбесе де, Текесбай ат үстінде тұрып, жан жағына үңіле қарап, «Енді осы сайды өрлейміз, қабаттаспай менің ізіммен ғана жүріңдер. Ат сүрінбейтіндей басын еркімен жіберіңдер. Үзеңгі ауыздық дегендер сылдырламасын. Жөт көрінбеңдер, түнгі дыбыс алысқа кетеді. Шекара деген осы. Бұл жерде таудың арасында тұр, ештеңе болмайды. Жастап төмен әскерлер анда-санда шолып қайтатын. Құдай сақтасын, бүгін ешкім кездесе қоймас. Осы аңғардан өссек, ар жағында қауіп жоқ. Ал енді Құдай жолымызды оңғарсын деп, сыбырлай сөйлеп, тізгінін қағып, ақырын ғана атын тебінді. Аңғардың іші бозғылт тартып, қалың тұманнан айналада еш нәрсенің нобайы да байқалмайды. Өзенді бойлап бір қауым жүргеннен кейін, бұлар солға бұрылып, қалың бұта өскен тік жыраны өрледі. Жыраның асуға тақалған тұсы майда қорым болып барып, құмдауытқа айналып кетеді екен. Сол жерге келгенде Текесбай тағы сыбырлап, «Сәл тоқтаңдар, майда қорым сылдырлап сырғанай береді екен. Аттан түсейікші, аз жер қалды, аттарды жетелеп алайық» деп өзі түсті. Араларын қашық ұстап аттарын ақырын жетелеп, ойпаң асуға шыққан бұлар, көп аялдамай апыл-ғұпыл ерлеріне қонып, еңіске қарай сүргөктете жылдам жүріп кетті. Едәуір төмендеген соң Текесбай атының басын тартып, «Жә, болды енді, өтіп кеттік. Құдай сақтасын, енді ешкім кездесе қоймас. Бұл жерді Ойқарағай қасаң дейді», деді жолдастарына кезек қарап. «Мына тұман басын көрсетпей тұр, әйтпесе айғайтас қол созым жерде-ақ тұр ғой. Жарықтық, одан ары қарай атақты Шалкөде жайлауы». Ақырын күрсініп алды. «Енді еш нәрседен қорықпа, бауырым. Нағашыңның ауылына кеп қалдың, амандық болса», деп қасындағы қызыл шырайлы жігіттің арқасынан қағып қойды. Бөктерлеп біраз жүргеннен кейін Текесбай, «Біз енді қайтайық», деді бұған. «Жарық тартып кетпей тұрғанда, арғы жаққа қайтып өтіп алайық. Ел жұртқа сәлем айт. Құдай пәле қаласынан сақтаса, әлі талай көрсеміз. Ыңғайын тауып, Әуелқан екеуміз келіп кетіп тұрармыз. Бізді көп ойлап, уайымдама. Бұл жақта сені жаман қарсала қоймас. Әлі үйреніп кетесің. Алдыңғы күні бесін кезінде суыт жүріп кеткен үш жігіт, көні түні тынбай жортып келіп, шекарадан өткеннен кейін ғана осы айғай тастың бауырында сәл тынып алып,
демдерін басқан соң, апаш-құпаш қоштасып, Текесбай мен Әуелқан аттарының басын керіп ұрды да, бұл қала берді. Кетерінде түйткілсіп, күйбеңдеп Текесбайдың бір нәрсе дегісі келгенін байқап қалды. Бірақ ол артық аусы еш нәрсе демеді. Оның жан дүниесі алай дүлей буырқанып, жанары жасаурап кеткенін қараңғы болса да, бұл айтпай білді. Енді қайсын? Бұл да ішінен тынып, құса боп жүрген жігіт қой. Бұған сырғып талай әңгімесін айтқан. Туған жерін кім сағынбайды дейсің? Шекарадан өткеннен бері сөйлеген сайын даусы дірілдеп, толқып жүргені байқалып ақ еді. Жаңада сөйлегенде сөзінің аяғын жұтып, кібіртіктеп қалып еді. Кетуге асыққаны да көңілінің босағанын білдіргісі келмегені шығар. 1916 жылғы үркіншілікте ауа көшкен қалың елмен бірге өлмелі шешесін ертіп, қызай ішін паналаған Текесбай сонда қалып қойған. Қалмас беді, кім біледі. Барғаннан кейін 1 жылға жетер-жетпес уақытта шешесі қайтыс болмағанда. Енді қайтеді. Байдың жылқысын бағып, өз күнін өзі көріп жүріп жатыр. Алғаш бер қайтып өткісі де келген. Бірақ шешесінің аруағынан қорықты. Айдалада жалғыз төмпеш қып тастап кеткенім жарамас. Ит көзі түтін танымас боп жүрсе де, анда-санда бейтіне келіп топырағын алып, басына Құран оқытып тұрғанды жөн көрді. Бір есептен аталас қабырға ағайындарынан басқа шын жанашыры жоқ болған, қайда барса да қазанның құлағы төртеу. Міне бұл жақтан кеткеніне де 10 шақты жылдай болып қапты. Соңғы уақытта бір түрлі ала көңіл боп, жүрегі сызып ауыртатынды шығарды. Елден бұрын жерді сағынды. Кей-кейде бәрін тастап кетіп ақ қалғысы келеді. Осы жағдайының бәрін таң жарыққа талай айтқан. Қазір де мұнымен қоштасып тұрып, қайбір жетісіп кетті дейсің. Таң жарық осы қарағайдың ішіне кіргенше осылай Текесбайды ойлаумен болған. Көңілі алай дүлей. Түнеу күнгі осылай өтсем, жол көрсетсең бі дегендей болғанда, Текесбай тәпті лепілдеп қуанып кетіп еді. Ойбай-ау, көрсетпегенде өзім өткізіп саламын. Талай жүрген жерлер ғой, бәрі көкірегімде сайрап тұр. Ол жағынан қорықпа деген. Бір күні, ай сенімен бірге мен де кессем бекен тәке, деді бұған. Бұл не десін? Өзің біл, деген еді. Қайта серік боласың, жүрсең жүр деп еді, кейінірек екі ойлы боп үндемей жүрді. Әбден бері шығарда, ай тәке, мен сені шекарадан аман-есен өткізіп, жолды көрсетіп қайтайын. Өзім кейін барамын ғой деді. Бұл пәлен деп қазбалаған жоқ. Қарағайдың ішін аралап келіп, бір ыңғайлы деген жерде атынан түскен. Сетік көкті жетектеп, бұтағы жоғарлап кеткен үлкен қарағайдың астына кірді. Құрғақ әрі ықтасын екен. Аяқ астындағы қорда басқан сайын сытыр-сытыр етеді. Шылбырды бұтаққа байлап жатқанда ауыздығын шайнап құлағын қайшылаған сетік көк ақырын ғана оқыранып қойды. Таңжарық мойнынан сипап, жануар-ай, бөтен жерге келгеніңді біліп ақ тұрсың ау. Меннен бұрын саған іздеу салады ғой. Артымыздағы ел жұрт. Жаңағы жігіттерге тап-та-тап деп әңгір таяқ ойнатады ау деп, естілер-естілмес күбірлеп, аттың айылын босатты. Мұның жаңа ойын сези қойғандай сетік көкте ішін тартып көрсінді. Жануар кішкене демін алсын. Неше күннен бері тынбай жорттық. Әйтеуір аман-есен шекарадан өттік қой деп ойлаған Таңжарық та Қарағайға арқасын сүйеп отыра кетті. Бағанағыда емес аспан бозамық тартып, төңіректегі қарағайлардың нобайы қарауытып байқала бастады. Аңғарды бойлай суық жел білінеді.
жаңбыр саябырсып, таң ата күн ашылатын сияқты. Таңжарықтың ойынан жаңағы Текесбай мен Әуелқан шығар емес. Япырай, қайтыбамын есін өтіп кетсе екен. Күн ашылмай жарық түспей, шекарадан өтіп, арылап кетсе, Құдай өзі сақтасын. Кішібесінде-ақ жетіп бармай ма? Баруым барар-ау, бірақ ары кетсе 2-3 күн өте, сетік көкті іздейді ғой олар. Одан кейін мұны жоқтайды. Жігіттерді қинайды, сұрайды ғой. Осыны ойлағанда таң жарық отырған жерінен ыршып тұрып кетердей, ұмсынып барып басылды. Басқасын айтпағанда, өз туыстарымен үй ішіне қиын болар мекен. Айнала, алауғадан болғанда таң жарық орнынан тұрып, ар-бері жүріп төңірегін байқастады. Күн ашылатын сияқты, жаңбыр басылып, бұлттар жөңкіліп көшіп жатыр. Аңғарды жайлаған қалың тұман да ыдырай бастаған. Ашық алаңқайға шығып, жан-жағын шолды. Төменгі шатқал жақ ұйыған тұманнан жаң ашылып келе жатыр. Әреген киіздің жыртығындай үзік-үзік тұман арасынан ара-тұра қарсы бет көрініп қалады. Текесбайдың айтуынша, бұл жер әлі де елсіз, ел жайлауға енденді көші бастайды. Қазір бұл баратын ауыл Текес өзенін жағалай қонып, айғыр жалда отыр. Суыт жүріп кетсе, сиыр сәскеде жетіп барады. Не болса да ертелетіп жүре бергенді қолай көрді. Сәл демін алып, бой жазып, жан-жағын шолып шығып, атына қайта мінді. Қарағайдан шығып, күн батысқа қарай бөктерлеп жүріп кетті. Тұман жөңкіліп тауға тартып барады. Қожыр-қожыр тасты беткеймен таң жарық ұзақ жүрді. Бұрын көрмеген, білмеген жердің қырат-қырқа бел берестеріне барлай көз тастап, сетік көктің аяңымен лыпылдатып бастырып келеді. Сол қанаттағы бір сайды өрлеп тасты кезеңге шыға келгенде, алдынан айнадай жарқыраған көл көрінді. Текесбай айтқан тұзды көл осы болды ғой деп көбірледі. Сызды тұманнан жаңа көзін ашқан көл бусанып жатыр. Одан ары созылған жазықта ақ шағаладай ауылдар отыр. Әр жерден қара-құра мал, бәрлі жарым аттылы адам көзге шалына бастады. Таңжарық ел ішіне кіре бастағанын сезді. Өзімен өзі жүрген малшы қосшының біреуіндей жайбырақат жүріп отырды. Өзінше Текесбайдың қайта-қайта айтып құлағына құйған жер белгілеріне қарап келе жатқан беті, ыңғайы келсе онша ешкімнің көзіне түсіп, жолығып қалмай, төтелей сол айғыр жалға тарта бермек. Не болса да бара көреді. Тұман көз жетер жердегі тау баурайларын жиектей көтеріліп, бір келкі тартыла қалыпты. Қаротты қырқаның дымқыл жусанын сып-сып кешіп, құлақтарын қайшылап, көздері жалт-жұлт еткен сетік көк пысқырынып қойып, аяңдап келеді. Кең аңғарды бойлай ағатын Текес өзенінің көз жетер жеріне дейінгі екі жағасы топтана қонған ауыл. Бір ауыл ақ шағаладай кілең ақ боз үйден тұрса, келесі бір ауыл қоңырқай тартып көзге қораш көрінеді. Ауыл-ауылдың арасы сай-сала, қора-қора қой. 2-3 күнгі жаңбырдан еңсесін жаңа көтерген ауылдар мал өргізіп абыр-сабыр боп жатқан сияқты. Ауыл-ауылдан көкшіл түтін көтеріліп сұрғылт аспанға сіңіп кетіп жатыр. Өзенге жақындап келе жатып, Текесбайдың айтуынша жер жағдайын топшылады. Қарсы алдындағы биік таулардың басын әлі де тұман басып тұр. Етекке таман өскен қалың-қалың қарағайлар көрініп қалады. Салмау-салмаудың бәрі жап-жасыл. Сай жыра тау тасқа ілініп қалған үзік-үзік бұлттар көрінеді әр жерде.
Бұл жаққа ниеті ауғалы жер жағдайын қадағалап сұрай берген Таңжарыққа туған жерін өзі де сағынып жүрген Текесбай тәптіштей түсіндіруден еш жалыққан емес. Әсіресе әулие шоқыны ерекше бір сағынышпен тамсана табына отырып еске алушы еді. Бұл да бір көруге құмартып жүрген, бірақ бүгін күн бұлтты болып көзіне түсе қоймады. Текесбайдың айтуынша, шалгөденің бергі босағасында көтерілген дақ, көк тіреген жарықтық бірден көзге басылар еді ғой. Бүгін ертең күн ашылса, қасиетіңнен айналайын, хан тәңіріне бір тағзым етермін-ау деп ойлады Таңжарық. Жауыннан жұмсарып бусанып жатқан қыраттың шашадан келер сұрғылт жусанын сыпылдата кештіріп, дүрсілдете бастырып келе жатқан атын сыйпай қамшылап қойып, екі жағын тұтасқан қалың ағаш көм көрген Текес өзені әр тұстан бір ағарып көзге шалынып қалады. Оған қуалай көз жіберген Таңжарық күн батыстағы басым бұлт жалған биік шоқыға назарын тіреді. Иә, іле басы осы екен ғой, осы, осы, деп күбірледі. Одан берірек өзенге сұғына түскен тұмсық, өзде айтып тұр, қара тұмсық болды. Дәл өз, міне содан бері қарай өзен бойы тұтасымен Қажаулының көктеуі. Текесбай бұған жанары жасаурап отырып, әлден ешрет түсіндірген. Қара тұмсық пен айғыр жалдың дәл ортасында отыр. Құдай біледі, Бөрбай атамдардың ауылы сол жерде. Бүгін ертең жүріп кетсең, үстінен түсесің. Енді аз күннен кейін ары жайлауға көшіп кетеді деп еді. Кеше мұнымен қоштасып тұрып, қазір де Таңжарық сол қара тұмсықтан бері қарай шашырай қонған ауылдардан көз алмай аяңдап келеді. Іле басы деп көбірледі Таңжарық Текес өзеніне жақындағанда. Кеше іледен өтіп еді, енді міне іле басы атанған Текестен қайта өтіп келеді. Шекара болмаса, бір ленің суын ішіп отырған бір ел ау шіркін деп, бір өзеннің бойын жағалап қонған ауылдардың бірінен біріне келе жатыр. Қазекем де жер суға ат қойғышау. Айғыр жалдың тұмсығын ала салынған көпірден өтіп келе жатып, Таңжарық осылай ойлады. Өзеннің биік жар қабағына келіп тірелген жал тауға қарай созыла тартып жатыр. Тура қолмен жасағандай, жалды қуалай ши өскен. Айғыр жал десе айғыр жал. Сол көпірден өте қалған жерде, оң қанаттағы иінде шағын орыс ауылы қоныс тепкен. Қарағайдан қиып салынған 6 желті ағаш үй, кәдімгі қала сияқты үй-үйдің төңірегін тақтаймен қоршап ағаш өсіріпті. Айналасы шұбырған қаз тауық, бұл ауылға жақындамай сонадайдан айналып өткеннің өзінде, мұндайды бұрын көрмеген сетік көк құлағын қайшылап үркөктеп келеді. Бір түрлі бөтен иіс сеземе танау желпілдеп пысқырынып қояды. Қызылы қайсы екені белгісіз сары шаштары жалп-жалп еткен кішкентай балалар ауыл шетінде жүр. Оларға қарап, астындағы аты тағда құлағын қайшылады. Таңжарық тақымын қысып қалып, жылдамдата аяңдатып өте шықты. Шындығында бір түрлі иіс шығатын сияқты ғой өзі. Шошқаларының иісі жаман болады деуші еді. Құдай өзі сақтасын, доңыздың етін жейді ғой бұлар. Оның өзі қайда жайлады екен ей, деп ойлап, жан жағына тыжырына қарап қойды. Әр түрлі оймен ауылдан ұзай берді. Шөбі бір тегіс мақпалдай көк-көңбөк сазды жазықты дөп-дөп бастырып келеді.
сонадай жердегі ақбоз үйлі ауылды көргенде таң жарықтың да жүрегі жиі лүпілдей соғып, тізгін шылбырын жинап ұстап, етек жеңін жөнден күреп, ерге тіктеліп отырды. Сетік көктің де жүрісі өзгеріп шыға келді. Басын жеңіл шолғып, ауылға қарай құлағын тігіп, аяңмен лып-лып басады. Ауылға жақындағанда оң қанаттағы тоғай жақтан шыққан аттылы екеу көлденеңдеп, мұның алдынан өте берді. Алдындағы ауылға тұспалмен келе жатқан таң жарық, әлгілерді көріп атының басын ірікті. Мұны байқаған оларда жүрістерін баяулатып бері бұрылды. Жақындағанда байқады, олардың бірі егделеу, сақал мұртты кісі, екіншісі көзі бақырайған қара бала екен. «Ассалаумағалейкум отағасы», деп еңкейіп ат үстінен қолын ұсынды таң жарық әлгі кісіге. «Әликәссәләм», деп қолын созған ол, мұның бұл төңіректің адамы емес екендігін сезгендей таңырқай қарады. Бала да бір жағынан сәлем беріп қолын ұсынып жатыр. «Мен бір жолаушы едім», деді таң жарық. «Бөрібай ағаның ауылына келе жатырмын. Осы ауыл деп еді». Қолын созып ауыл жақты нұсқады. «Е, осы ауыл», деді анау да қалбалақтай ауылды көрсетіп. «Ауылдың төр жағындағы 8 ғана тақ үй сол кісінікі. Өзді ауылда болу керек. 1-2 күн болды, бір жаққа тойға барып келді деген еді». «Рахмет», деп жымия таң жарық жүруге ыңғайланды. Жүрсін баяулатқан ол ауылға жақындай бергенде 2-3 ит алдынан тұра жүгірді. Иттерді жасқай жүріп, жаңағылар көрсеткен ақбоз үйге бұрылғанда, есік алдында тұрған 2 адам мұны көріп қарсы жүрді. Есік алдынан қиыстау оңашада тұрған мамағашқа жете беріп аттан түскенше, жаңағы жігіттер де келіп атын ұстады. Екеуі 2 жағынан шығып, бірі атын байлап, бірі қолтығынан демеп түсіріп, құрметтерін көрсетіп жатыр. Амандасып сәлемдескеннен кейін таң жарық, «Бөрібай ағаның үйі осы ма?» деп сұрады. «Осы ғой», десіп жарыса сөйлеген жігіттер үйге қарай бастап жүрді. Есік алдында тағы бір 2-3 адам тұр. «Бөкеңнің өзі де шығыпты ғой, әнекей», деп күбірледі жігіттердің бірі. Үсті басын жөндеп есік алдына таяй берді. Бұларға қарай қалысқан шөудің үлкені және бөкең осы кісі болар деп, ұзын бойлы шоқша сақалды кісіге «Ассалаумағалейкум», деп қос қолын ұсынды. «Уағалейкумассалам, мал жан аман ба?» деді ұзын бойлы тақиялы кісі, қызыл шырайлы жүзі жылы жымиып. «Құдайға шүкір, өздеріңіз тегіс аман есенсіздер ме?» Таң жарық тұрғындар мен жағалай амандасып шықты. Әуелде жыға тани алмай таңырқай қарап қалған Бөрібай бұл келген жігіттің әйтеуір тегін адам емес екенін, тәпті бұл төңіректің де кісі еместігін байқаған. Жарағандай сыланып тұрған атының өзі бұл өңірде бұрын соңды көрмеген жылқысы. Тоқым жүген құйысқанға дейін тәпті қанжығадағы қоржынына қарабақ алыс қонақ екені байқалғандай. Оның бәріне көз жүгіртіп өткен Бөрібай жаңа ғана қолын алған бірі денелі, 2 бетінен қаны тамып, жанар жанып тұрған бөрікті жас жігітке назар аударды. Байқаған адамға бұл жігіттің де үстіндегі шапаны, оның ашық өңірінен көзге шалынған жалпақ белдігі, аяғындағы етігі бәрі бұл төңіректің кісісі еместігін айтпай айқындап тұрғандай. Бір жерде көрген сияқты ма Бөрібай? Шырамытып тұр. Көзі күлімдей жымиған қалпы әлгі жігітке ұмсынып, «Ой, шырағым-ау, сен, таң жарық емессің бей?» деп құшақтай алды. «Ел жұртың аман байын алайын». Арқасынан қағып қояды. «Бәсе, келгеннен ақ жылы шырай беріп еді,
Қалай, ел жұрт ауыл аймақ тегіс аман есен бе? Құда-құдағиларың, бала-шағалардың да ден қарны сау ма? Ай, сендерді де көретін күн болады екен, ау шырағым. Ой, шырағым, ау, қайдан жүрсің? Аспаннан түстің бе? Жан жағына қарап сасқалақтай қуанып, ей, тұрмаңдар, үйді жөндеңдер, төрге көрпе салыңдар, алыстан қонақ келттеңдер бәйбішеге, деді де өзі таң жарыққа үйге кірейік дегендей ишара жасады.